بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم құрметті жамағат. Алдыңғы сабағымызда сіздерменен жалпы ислам діні не нәрседен тұрады, не нәрсені құрайды, жалпы мазмұнын өткен болатынбыз. Соның ішінде біз иман, ислам, ихсаннан тұрады дедік. Иман 7 шарттан тұрады, ислам 5 парыздан тұрады. Ихсан мәселесі жалпы 3 түрлі, ең кемінде негізгі 3 түрлі амалды жасауменен адам ихсанға амал етеді деп айтқан болатынбыз. Енді бұл сабақ негізгі бастауыштарға арналған сабақ болғандықтан ғылыми дәлелдемелерді, топтар арасындағы, жалпы адамзат арасындағы Алла тағаланың дініне қатысты, Алла тағаланың өзіне қатысты мәселелерді бұл жерде талқыламаймыз. Тек, иншаалла, жалпы мұсылман адамға, мұсылман болу үшін ең әу баста діні негізгі тұрғыда кемел болу үшін не нәрсе қажет, не нәрсеге сену керек, не нәрсеге сенбеу керек, осы нәрселерді айтатын боламыз, Алла нәсіп етсе. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Алла тағалаға иман келтіру, иманның ең алғашқы шарты. Алла тағалаға иман келтіру. Мынау Адам алейхиссаламнан бастап пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға дейінгі түскен пайғамбарлардың діні ақидалық тұрғыда, наным сенім тұрғысында жалғыз бір дін болған дедік, ол ислам деп аталды. Ал соның мән мағынасы, ішкі мазмұны ла илаха иллаллах кәлимасы болды. Алладан басқа тәңір жоқ. Барлық пайғамбар осыны айтып келді, осыған шақырды. Ла илаха иллаллах Ибрахим расулуллах, ла илаха иллаллах Муса расулуллах, ла илаха иллаллах Иса расулуллах. Біздің пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген кезде ла илаха иллаллах Мухаммадун расулуллах кәлимасына үйретті. Барлығында ла илаха тұрады. Жанында қай пайғамбар айтып жатыр, сол пайғамбар не істейді? Өзінің есімін Алланың елшісі деп қосады. Солай ғой. Барлық пайғамбарлардың алып келген адамзатқа ақиқаты, негізгі мақсаты бұл Алла тағаланы таныту екен. Біздің пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның да алып келген дінінің бар мақсаты бұл түбінде Алланы таныту. Бұл шариғаттың ішінде көптеген мәселелер бар. Түрлі парыздар, уәжіптер, сүннеттер, мустахабтар, макрухтер, харам нәрселер, мубах нәрселер, яғни бұйрықтар менен тыйымдар жалпы айтқан кезде, және де жалпы рұқсат нәрселер. Осылардың барлығының бізге берері, пайғамбарлардың бұл нәрселерді бізге үйретуіндегі мақсаты түпкі Алла тағалаға жеткізу екен. Дінді не үшін оқимыз? Алланы тану үшін. Жалпы адам баласының бұл өмірге келуіндегі мақсаты бар. Және де қайтуындағы орны бар. Және де бұл өмірге келуінде кімнің жаратуымен келіп отыр деген 3 мәселе бар. Яғни, қайдан келдің, не үшін келдің, қайда барасың деген 3 сұрақ. Қайдан келдің? Яғни, кім жаратты? Алла жаратты. Не үшін келдің? Алланы танып, оған құлшылық ету үшін. Қайда барасың? Қайтадан Алла тағаланың құзырына қайтамын деген мәселе. Алла тағала бізді осы өмірге жаратты. Алла тағала бұл әлемді жаратты, әлемнің ішінде түрлі
тірі жан иесін жаратты. Қатты, жұмсақ денелерді жаратты. Суды, құрғақты жаратты. Қараңғылықты, жарықты жаратты. Адамды жаратты, періштені жаратты, жынды жаратты, жан-жануарды, табиғатты жаратты. Бұлардың барлығының жаратуындағы мақсаты ғалымдарымыздың айтуында өзінің құдіретін көрсету үшін жаратты. Енді бұл өмірге адам баласы келгеннен кейін барлығымыз адамыз. Не үшін келдік? Не себепті келдік? Не істеуіміз керек? Бұл өмірге біз сынақ үшін келдік. Сынақ неден тұрады? Сынақ ең бірінші сынақ беруші, жаратушы Алла тағаланың бар болуымен болады. Алла тағала бар. Екінші, Алла тағала бізді жаратты. Екінші, адам баласы. Үшінші, айналамыздағы қоршаған барлық бізді қоршап тұрған жан иелерін, табиғатты, барлық нәрсені жаратты. Сөйтті де бізге бұл өмірге келгеннен кейін сендерді сынаймын деді. Сынақ орындалу үшін ең бірінші сол жаратушы Алла тағала болу керек. Одан кейін екінші, Алла тағаланы біз көрмеуіміз керек. Жаратушымызды бұл өмірде көрмеуіміз керек. Үшінші, біз болуымыз керекпіз, сынаққа түсуші, сынақ берілген адам біз болуымыз керек. Төртінші, Алла тағаланың бұйрықтары, Алла тағаланың тыйымдары түсу керек, яғни шариғат түсу керек. Шариғат болу керек. Бір жүктемелер. Бесінші, сол жүктемелерді түсінетін бізде қабылдайтын мүмкіншілік болу керек. Ақыл, дене, түрлі табиғи мүмкіншіліктер, көп жалпы мүмкіншілік болу керек. 5 уақыт намазды орындауға адамның күш қуаты болу керек қой, мүмкіншілігі. Дәрет, суды пайдалануға, ораза ұстауға денсаулық болу керек деген секілді. Қажылыққа бару үшін ақша керек, мүмкіншілік, зекет беру үшін ақша керек, мүмкіншілік. Осындай мүмкіншілік болу керек бізде. Енді осының барлығын жеке дара айтамыз. Ең бірінші, Алла тағала ол кім? Ол Алла жалғыз жаратушы, құдіреті күшті, барлығын білуші, барлығын естуші, ұлы зат. Алла тағала жаратушы, біз жаратылыспыз. Алла тағала жаратушы бүкіл әлемді жаратты. Алайда ол әлемге мұқтаж емес. Алла тағала жоқтан пайда қылды. Еш нәрсе жоқ еді, Алла тағала болды. Алла бар еді, еш нәрсе болмаған кезде. Алла болды, бар болды, әлем болмады. Ал әлем ол аспандардан, жерден, түрлі жан иелерінен, мекеннен, уақыттан, жарықтан, қараңғылықтан, судан, топырақтан, темірден, тастан, түрлі осындай өсімдіктерден тұратын әлем, жаратылыс. Бұның ешбірі болмаған кезде Алла болды. Яғни Алла болды, мекенсіз, Алла болды, уақытсыз. Уақыт деген нәрсе болмаған кезде Алла болды. Мекен болмаған кезде Алла болды. Періште болмаған кезде Алла болды. Адам болмаған кезде Алла болды. Шайтан болмағанда Алла болды. Аспандар болмағанда Алла тағала болды. Аршы болмаған кезде Алла тағала болды. Күрси болмаған кезде Алла болды. Жәннат болмаған кезде Алла тағала болды. Тозақ болмаған кезде Алла тағала болды. Аллаға ешкім құлшылық ететінде ешкім болмаған кезде Алла тағала болды. Құдайға қарсы келетін ешкім болмаған кезде Алла тағала болды. Бұлардың ешбіріне Алла мұқтаж емес. Алла мекенге мұқтаж емес, Алла уақытқа мұқтаж емес. Алла тағала періштелерге мұқтаж емес, Алла адамзатқа мұқтаж емес. Алла тағала аспандарға мұқтаж емес, Алла тағала жәннет пен күрсиге мұқтаж емес. Тозаққа мұқтаж емес,
жаңбырдың тамшысы болып ағатын суға мұқтаж емес, ауаға мұқтаж емес, еш нәрсеге Алла тағала мұқтаж емес. Алла тағала ол бай, ол кемел, ол жаратушы, жаратуында ешкімді жәрдемге шақырмайды. Жарату үшін бір нәрсені пайдаланып, сол арқылы жаратпайды. Құдай жоқтан бар қылады, жоқтан. Біз кәсіп қылсақ, бар нәрсені жасасақ, Алла тағала жоқтан пайда қылады. Біз уақыттың ішінде тәуелді болып, соған бағынышты халде өмір сүретін болсақ, Алла тағалаға уақыт жүрмейді. Біз мекеннің ішінде үйге, орындыққа, жүріске, тұрысқа, денеге, аяққа, көзге, қолға, ақылға, миға, ауаға, суға, киімге, тамаққа, ұйқыға мұқтаж болсақ, Алла тағала бұның барлығынан пәк, бұның ешбіріне мұқтаж емес. Алла тағаланы ұйқыда, қалғуда алмайды. Алла тағаланың көру үшін көзі жоқ. Алла тағаланың есту үшін құлағы жоқ. Алла тағаланың білу үшін ми деген нәрсе қажет емес. Алла тағала құлына жәрдем беру үшін оның жанына келуі керек емес. Құдай бір нәрсені жарату үшін бар нәрсеге мұқтаж емес. Алла тағала бұның барлығынан пәк. Ол Алла мейірімді, рахымды, дана, барлық нәрсенің затын білуші, барлық дауыстың естуші, барлық нәрсені көруші. Ол хақ, ол бар, ол ақиқат. Алла тағала бар. Алла тағала басталусыз бар, мәңгі бар. Еш нәрсеге мұқтаж емес, еш нәрсеге ұқсамайды. Ол жалғыз, ол құдіретті, ол көруші, ол естуші, ол тірі, ол білуші, ол қалағанын жасайды, қаламағаны болмайды. Міне Алла тағала осындай ұлы зат, ұлы жаратушы, ұлы Құдай. Қалғанның барлығы кемшілік тен тұратын, бойында кемшілігі көп жаратылыс. Бір кем дүние деген демекші, бір нәрсе адамда болса, бір нәрсе жоқ. Жан-жануарда бір нәрсе болса, екінші нәрсе жоқ. Құдай жылқыға сондай күш, жылдамдықты, күшті беріп қойды, бірақ ақылды берген жоқ. Адамға ақылды берді, бірақ жылқыға берген күшті берген жоқ. Алла тағала періштені жаратты нұрдан, ода нәпсі жоқ. Бізді жаратты, нәпсі бар. Жануарды жаратты, ақыл жоқ. Алла тағала барлығын өлшеп жаратып қойған. Енді міне осы Раббымыз, осы біздің Раббымыз ұлы. Ол хақ, ол ақиқат, ол жалғыз. Жер бетінде, бұл әлемде құлшылыққа лайықты жалғыз Алла, ол жалғыз Құдай, ол Алла. Одан басқа ешқандай Құдай жоқ. Адам ешқашан Құдай бола алмайды. Пұт тастан қашалған, ағаштан жонылған, темірден құйылған, алтынмен апталған, күміспен қапталған, ол Құдай бола алмайды. Ол өзіне де, өзгеге де пайда бере алмайды. Ал Алла, ол қалағанына пайда береді, қалағанына зиян береді. Не үшін сен бұлай істедің деп ешкім Алла тағаланы сұрақ жауапқа ала алмайды. Неге сен маған мынаны бердің, неге анаған мынаны бердің деген нәрсе жоқ. Біз сұраламыз, Алла тағала істеген ісінен сұралмайды. Қалағанын істейді. Және де қалағанын бұл өмірге келтіреді, қалағанын бұл өмірден алып кетеді, және де одан Алла тағала қорықпайды. Алла тағала басшының да жанын алады, басшы деп қорықпайды. Байдың да жанын алады, байдан қорықпайды, дүниесі бар деп. Білімді ғалымның да жанын алады,
Алла тағала өзіне құлдық ұрған тақуаның да жанын алады, өзіне қарсы шыққан кәпірдің де жанын алады. Ол үшін Алла тағала есепке алынбайды. Алла тағала өзінің құлдарынан есеп алады. Міне осы Раббымыз. Және де Раббымыз сондай жаратушы Алла тағала өте мейірімді. Аршының астында Алла тағала мынандай жазуды жазып қойған. Жәннаттың төбесі аршының астында осындай жазу бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Инна рахмати сабақат ғадаби» дейді. Менің мейірімім ашуымнан алдын тұрады дейді. Менің мейірімім ашуымнан алдын тұрады дейді. Ал Алла тағала ашуы жайында Құр'анда айтады: «Ла юаззибу азабаху ахад». Алланың азабында ешкім азаптай алмайды. Жер бетінде адам ойлап тапқан неше түрлі азап болатын болса, Алла тағаланың азабы одан да қатты. Алайда Алла тағала не дейді? Сол азабымнан бұрын менің мейірімім келеді дейді. Жер бетіндегі, аспандардағы барлық нәрсе бұл Алланың мейірімін еске салады. Жалпы біз Алла тағаланы тану үшін ең бірінші әрине бұл Құр'ан керек. Немесе Таурат керек, дұрыс әу бастағы. Немесе Інжіл керек, Иса алейхиссаламға берілген. Немесе Дауд алейхиссаламға берілген Забур керек. Яғни пайғамбарлар келіп, не кітабымен, не уахименен бізге Алла тағаланың кім екендігін таныту керек. Көрсету керек. Ақиқатта жүрегімізге салу керек сол нәрсені. Міне бұл Алланың қалауыменен пайғамбарлардың жер бетіне адамзатқа түсуі мейірім. Ертең қиямет күні қиямет болады. Жаратты, берді, соның есебін алады. Сол есеп алған кезде ешқандай ескерту жіберместен, ештеңкені ашпастан, түсіндірместен, баяндамастан бірден есепке алатын болса, не істер едік? Алайда Алла тағала бізді жаратты, берді, есебін алу үшін де алдын ала ескерту жіберді. Кімнен? Пайғамбарларға кітаптар түсірді, парақтар түсірді. Барлық нәрсені уахи етті, пайғамбарлар оны бізге жеткізді. Осылайша біз Алланың мейіріміменен Құдайды танып отырмыз. Осы мағлұмат бізге келіп отыр, жетіп отыр. Ең бірінші бұл Алла тағаланың өзі түсірген пайғамбарларға жіберген діні. Осы арқылы біз Алла тағаланы танимыз. Екінші, енді сол шариғатта Алла тағаланың түсірген дінінде Алла тағала өзі жайында айтып қойған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға уахи еткен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде Алла тағала жайында айтқан. Алла тағала өзі жайында Құр'анда Хашр сүресінде, Фатиха сүресінде, көп сүрелердің, жалпы кез келген сүреде Алла тағала өзі жайында көп хабар береді. Не деп бастаймыз біз? Құр'анда Бисмиллахир-рахманир-рахим, мейірімді, рахымды. Алла тағаланың сипаты. Әлхамдулиллахи раббил аламин, бүкіл әлемдердің жаратушысы, Құдай, Рабб, жаратушы. Малики яумиддин, малик, барлық нәрсенің иесі. Құл хуаллаху ахад, айт, Алла ол жалғыз деп. Лайса камислихи шей ва хуа ас-самиул басир, оған еш нәрсе ұқсамайды, ол естуші, көруші. Валлаху ғаниюн анил аламин, Алла тағала әлемнен, әлемге мұқтаж емес, әлемнен бай деп өзі жайында хабар берді. Сол Алла тағаланың Құр'ани кәрімде өзі жайында айтқан сипаттарынан біз Алла тағаланы тани алады екенбіз. Дұрыс. Екінші, Алла тағаланы біз
пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінен танимыз. Сол хадистердің бірінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алла тағаланың 99 есімін бірден топтастырып айтып берді. Бірден 99 есім. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ар-Рауф, Зул Джалали вал Икрам, Әл-Муъмин, Әл-Мухаймин. Осы 99 есім сипаты бар. Одан кейін Құр'анда келген есім сипаттар бар. Және де тағы да басқа хадистерде келген есім сипаттар бар. Ғалымдарымыз осының барлығын санағанда бізге мәлім болған Алла тағаланың 215 есім сипаты бар дейді. Осы арқылы біз кімді танимыз? Алла тағаланы танимыз. Есім сипаттарымен ғана тани аламыз. Себебі Алла тағаланың затын көру бізге нәсіп етілмеген бұл өмірде. Бұл өмірде біз Алла тағаланы көре алмаймыз. Жәннатта Алла нәсіп етсін баршамызға Алла тағаланы көре аламыз. Бірақ осы өмірде бір затты қалай көретін болсақ, солы ондай емес. Физикалық заңдылықтарға, ондай заңдылықтарға емес. Алла тағаланы көреміз, қалай деп сұрақ қоюға болмайды. Көреміз, Алла нәсіп етсін деп дұға етеміз. Енді Алла тағала осы 10 жағы есім сипаттар арқылы өзін танытып қойды. Сол арқылы ғана Құдайды танимыз. Басқа жол жоқ. Басқа. Біз пайғамбар емеспіз. Бізге періште келіп неғып жатқан жоқ. Уахи түсіріп жатқан жоқ. Бізге пайғамбар келді, барлығын айтты, жеткізді. Сол арқылы тануымыз керек. Екінші. Алла тағаланы қалай танимыз десек, айналамыздағы қоршаған ортаға қарап отырып танимыз. Аспандарға, жерге, табиғатқа, жұлдыздарға, өзімізге. Құр'анда Алла тағала «Санурихим аятина фил афақи ва фи анфусихим» деген аятты келтіреді. Біз оларға өзіміздің белгілерімізді бүкіл көкжиек аспан мен жердің арасында және де өздерінің бойларында көрсетіп қоямыз дейді. Олар ақиқатты танығанша дейді. Сонда мынау өзіміздің бойымызда Алла тағаланың құдіретті екендігін, Алла тағаланың сондай жоқтан пайда қылып, бұрын ешкім жасамаған нәрсені алғаш бастаушы, сурет беруші, бейне беруші, сондай білімменен жасағандығын, жаратқандығын, сондай қалаумен жаратқандығын біз түсінеміз. Ал аспандарға қарап, жерге қарап, Құдайдың құдіретті екендігін білеміз. Және де бұлардың ешқандай бір қирап, қырылысып, бір сәйкес емес, бір бұзылып жатқандықтарын көрмейміз. Ал сондай нәзіктікпен, дәлдікпенен жаратылған жаратылыс, оның жаратушысы ілімді екендігін білеміз. Ол ақ пен қараны жаратты, жақсылық пен жамандықты жаратты. Ол зұлымдықпенен нені жаратты? Мейірімді жаратты. Демек, қалаушы екендігін білеміз. Ерікті, қаласа жақсылықты жаратады. Қаласа жамандықты жаратады. Алла тағала қалағанын жаратады деген нәрсе. Бұл кімнің? Яғни Алла тағаланың сипаттарына, есімдеріне дәлел. Міне осылай Алланы танимыз. Енді осы Алла тағала бар, хақ, бізді, яғни әлемді жаратты. Әлемді жаратқаннан кейін, оның ішінде жер бетінде бізді осы жерге үкімімізді жүргізетін, қалағанымызша алып пайдаланатын етіп адам баласын бәрінен үстем қылып жаратты. Енді осы адам баласы егер де Құдайды танып, оған құлшылық ететін болса, ақиқатпен жүретін болса, адамгершілігін сақтайтын болса, Алла тағаланың алдында ең биік дәрежеге
иеленеді. Ал Алланы танымаса, құлшылықты жасамаса, адамгершіліктен жұрдай болатын болса, ең төменгі дәрежеге түседі де кетеді. Енді біз Құдайды тану үшін, Алла тағала өзін таныту үшін жіберді, пайғамбарды жіберді, оларға шариғат түсірді, дінді түсірді, кітап түсірді. Енді біз Құдайды тануымыз үшін қандай мүмкіншілік берді Алла тағала бізге десек, ең бірінші Алла тағала жаратылысты жаратты. Көріп, түсіне алатынымыздай, міне, қарай аламыз, айналамызға, көре аламыз, не болып жатыр, қалай бұл өмір. Бұл бізге Алла тағаланың бар екен, хақ екендігін, құдіретті, ілімді, қалаушы, бастаушы, сурет беруші, көркем екендігіне меңзеп тұрады әрдайым. Жер біз білетін, біз көріп тұрған ең алып кеме, ең алып көлік, осыменен ғарышта ұшып бара жатырмыз. Аспанда, күнді айналып. Ақыл жүргізетін адам үшін осы жеткілікті емес пе? Әрине жеткілікті. Демек, қоршаған ортаны ақылға салып, пікірге салатын, ойланатын, енді не берді Алла тағала бізге? Ақылды берді. Ақыл. Бұл Алла тағаланың келесі берген бізге өзін тану үшін мүмкіншілік. Ақыл менен біз Алла тағаланы танимыз. Жаратушы бар. Бұл мынау айналамыз, қоршаған ортамыз және өзіміз. Бұның барлығы бекерден бекер жаралмаған. Неге осылай қылып жар? Қалай жаралды бұлайнан? Қалай келді мынау? Неге осы жер планетасында ғана қазір тіршілік біз білетін? Әйтпесе күннің айналасында қаншама басқа да планеталар бар. Күн жүйесінен сыртта қаншама галактикалар бар. Солардың ішінде неге бізді таңдады Алла тағала? Қалай бізді таңдады? Бізге беретін не бар? Бізде соған ойланатын Алла тағала бізге ақылды берді. Ойланыңдар, пікір жүргізіңдер. Және де Құр'анда ол нәрсеге бізге айтып қойды. Ақыл жүргізіңдер, пікірлеңдер, ойланыңдар деп Алла тағала бұйырып қойды. Енді адам ақыл жүргізу үшін ақылдың мынандай мүмкіншіліктері бар деп айтайық. Ең бірінші ақыл себеп арқылы түсінеді. Бір нәрсе болу үшін не керек? Себеп керек. Бала бұл өмірге келу үшін ата-ана болу керек. Ақша болу үшін жемқорлық болу керек дегенсің. Жұмыс керек, еңбек ету керек. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның, тіленбей. Күн суы үшін қыс керек, жаңбыр керек, қар керек, салқын ауа керек деген секілді. Жеміс пісу үшін күн керек, су керек. Барлық нәрсе немен? Себеппен, себеп арқылы таниды ақыл. Екінші, мақсат. Мақсат арқылы таниды, түсінеді. Яғни бұл жерге не үшін келіп отырмыз? Мақсатымыз не? Білім алу үшін, түсіну үшін, үйрену үшін бір нәрсен. Білмейтінімізді білу үшін, түсінбейтінімізді түсіну үшін. Ашылмаған дүниелерді ашу үшін. Дәл сол балды ұл қыздарымызды не үшін мектепке беріп жатырмыз? Үйде жаңағыдай қолғабыс болып, азаннан кешке шейін тірлік істей берсе де, өзімізге жақсы емес па? Жоқ, мақсат білім алу үшін, білімді болу үшін жаңа. Ертең маман иесі болу үшін, елге, жерге, дінге қызмет ету үшін. Мақсат сол. Демек, ақыл мақсат арқылы не қылады? Таниды, түсінеді. Сізге келіп біреу қазір бір нәрсе айтса, оның не пайдасы бар деп сұрайсыз ғой, дұрыс па? Ар жағында мақсат не? Жақсы мен істейін. Неге жетеміз ар жағында? Деген сұрақ туа ма? Міне ақыл осы арқылы таниды.
Сол кезде ол сізге түсіндіреді, былай жасаймыз, түбінде осындай нәрсеге жетеміз. Жақсы. Ондай болатын болса кірісейік. Кірісесіз. Одан кейін ақыл. Аллахумма салли аля сайидина Мұхаммад. Себеп бар, мақсат бар. Және де ақыл қарама-қайшылықты қабылдамайтын қасиеті бар. Қарама-қайшылықты қабылдамайды. Мүмкін емес дейсіз. Мүмкін емес дейсіз. Қандай мысал қарама-қайшылық? Менің мысал балам өзімнен үлкен десеңіз. Менің балам өзімнен үлкен. Мен 70-ші жыл дүниеге келсем, балам 55-ші жылғы дүниеге келген десе. Сене ма ақыл? Ақыл сене ма? Ұйықтап отырсыздар ма? Істеп отырсыздар? Ақыл сенбейді. Ақыл сенбейді. Мүмкін емес. Қарама-қайшылықты ақыл қабылдамайды. Алла тағала ақылға осындай қасиетті берген, бір нәрсені танып жету үшін. Енді себеп арқылы таниды екенбіз. Одан кейін мақсат арқылы таниды екенбіз. Одан кейін қарама-қайшылықтарды қабылдамау арқылы, алып тастау арқылы таниды екенбіз. Мән мағынаны. Жоқ, ондай емес, ол былай. Сенің айтып жатқаның қате, ол былай болу керек. Дұрыс па? Ақыл осыны таразылап түсініп алады. Енді Алла тағала өзін таныту үшін бұл өмірге сол ақылдың үш қасиетіне, үш мүмкіншілігіне сай барлығын үйлестіріп қойған. Соған теңестіріп, сәйкестіріп қойған. Алла тағала себепті жаратушы, себептің орындалуы, іс жүзінде орындалуына Алла тағала мүмкіншілік беруші, жаратушы Алла. Яғни, пышақ кесуге себеп. Ол себепті жаратушы кім? Алла. Қаласа жаратпай қояды. Ибрахим алейхиссалам Исмаил ұлын алейхиссаламды бауыздай пышақты жүргізген кезде кеспей қалады. Себепті жаратушы да Алла, себептің жүзеге асырушы да Алла. От жандырушы Ибрахим алейхиссаламды отқа тастаған кезде ол себебін алып тастай салды Алла тағала. Себепті қаласа салады, қаласа алып тастай салады. Бірақ сол себепті алып тастаған кезде біз оның бұл әлемнен, бұл адамның қолынан келетін дүние емес деп түсінеміз. Тек қана кімнің қалауынан келеді, кімнің құдіретінен? Алланың ғана құдіретінен келеді деп түсінеміз. Алла адамға себеп арқылы тануды берді, сол себепті жаратушы кім? Алла. Алла адамға мақсатты түсінуді, мақсат арқылы жетуді, ұғуды берді. Сол мақсаттың ар жағына нәтижесін беріп қоятын, жемісін беріп қоятын кім? Алла. Мақсатымыз бидай егіп жатырмыз. Мақсатымыз не? Өнім алу. Сол өнім бола ма, болмай ма? Мақсатымызға жетеміз ба, жетпейміз ба? Алла беруші. Сәйкестендіріп қойған. Барлығы Алламен байланысқан. Және де Алла тағала мына қарама-қайшылықты қабылдамайтын сондай жүйе, сондай ерекшелікпенен жаратып қойған бұл өмірді. Бұл өмірде қарама-қайшылық жоқ. Бір жерде мынандай болып жатса, ар жерде ана жақта ондай болып жатқан жоқ. Барлық жерде бірдей. Тартылыс күші, мекен, уақыт бәріне бірдей жүріп жатыр ма? Жалпы жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр. Бұл заңдылықтарды ешкім бұза алмайды. Адам баласы қолынан келмейді. Себепті ешкім бұза алмайды. Қарама-қайшылықтан адам секіріп өтіп кете алмайды. Яғни уақыт бұлай кетіп жатыр ма? Адам бұған қарсы жүзе алмайды. Мүмкін емес. Алланың қойған заңдылықтарын ешкім бұза алмайды. Енді ақылды осы нәрсені түсінетіндей қылып
қабылдайтындай қылып жаратып қойған. Сол ақылға салатын болсақ, кімге жетеміз түбінде? Аллаға жетеміз. Алланы тануға жетеміз. Және де Алла тағала бізге фитратты беріп қойған. Фитратта ол шахауат бар. Қалау, бір нәрсені қалап тұру. Осы қалау бізді ішімізден қозғалтып отыр. Тамақ же, ұйықтап ал. Барлығы осының ішіне кіріп кетеді. Бүкіл адамның бойындағы табиғи сезімдер, табиғи қалаулар, адамның ішкі өзінің жан дүниесінде бар нәрселер, тума бар, мінез мысалға. Бұл фитраттан бар нәрсе. Бір ауыз сөзбен қалай айтылды? Бір ауыз сөзбен қалай айтылды? Тума түйсіктер. Енді осы тума түйсіктер, фитрат, бұл бізді жаңа қозғалтушы дүние. Мынау не бар ма? Алла тағала демек өзін таныту үшін бізге ең бірінші нені көрсетті дедік? Айналаны жаратып берді. Жаратылысқа қарап танимыз. Екіншіден не берді дедік? Ақыл. Ақылға жаңағыдай қасиеттерді салып берді. Сол қасиеттерге айналамыздағы болып жатқан нәрсенің барлығы үйлескен, сәйкескен, байланысты бір-бірімен. Ақылымыз басқа нәрсені, мына жақта басқа нәрсе болып жатпайды. Үшінші фитратты берген дедік. Фитрат ол жаңағыдай ішкі қалаулар. Осы қалауларменен біз жаңа көп нәрсеге қозғаламыз, барғымыз келеді, жасағымыз келеді, істегіміз келеді. Мысалға бір кеме болатын болса, кеменің қозғалтушы күші бұл шахауат. Оның кеменің басқарушысы ол ақыл. Кеменің жүретін жолы бұл шариғат. Осы жолмен жүріп өтуіміз керек. Сол кезде шариғат жолды береді бізге. Міне мынау жолмен жүр деп. Ақыл адамды сол жолмен жүруге не істейді? Әрден бағдар беріп отырады. Неқа жүр. Шариғат бұлай бұрыл деп жатыр, бұрыл. Шариғат бұлай бұрылма деп жатыр, бұрылма. Іштегі шахауаттардың барлығы ол не істейді? Соған алға дейді. Бас. Маған тамақ керек болып жатыр. Қимылда дейді. Бірақ шариғат айтып жатыр, тамақты мына жақтан таппа, мына жақтан тап дейді. Былай таппа, былай тап дейді. Харам, халал. Маған киім керек дейді. Мынаны киме, бұл шошқаның терісінен жасалған. Харам, нәжес. Мынаны ки, рұқсат дейді, мысалға. Адамдармен қарым-қатынас жасау керек болып жатыр. Иман, шариғат айтады, дұрыс қарым-қатынас жаса дейді. Ақыл соны түсініп, сол шариғатқа нәпсіні бағыттап, не қылып отырады? Жан дүниенің бәрін соған бұрып отырады. Міне осылайша Алла тағала бізге осы нәрселерді берумен өзін танытуға жол ашқан. Біз осылай кімді танимыз? Алла тағаланы танимыз. Енді Раббымызды тану үшін, Раббымызға жетуіміз үшін әр адам әр түрлі деңгейменен кетіп бара жатыр. Бұл өмірдегі мақсатымыз Алла тағала ғой, Алланың разылығы ғой. Сол үшін келдік, сол үшін жаралдық. Құр'анда Алла тағала «Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун». Мен адамзатпен жынды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деді. Немесе өзімді таныту үшін жараттым деді. Мені тану үшін. Таныған адам Құдайға құлшылық. Шынайы Құдайды таныған адам Құдайға шынайы құлшылық қыла алады. Құдайды танымаған адам, білмеген адам, түсінбеген адам, ол Құдайға қарсы келуді қатырады. Мынау құлшылық етуді жақсы меңгеретін болса, танымаған адам Құдайға қарсы келуді жақсы меңгереді. Ішу, басқа да жаңа түрлі күнәлі істердің шебері болады. Ал енді Құдайды
таныған сайын адам не істейді? Құдайға құлшылық етудің шеберіне айнала береді. Намазды басқаша оқи бастайды, күнделікті. Оразаны да басқаша ұстайды, зікірді көбейтеді, пікірді көбейтеді. Құдайдан қорқуды, Құдайға жақсы көруді, Құдайды жақсы көруді, Құдайға разы болуды үйренеді. Құдайдың тағдырына разы болуды үйренеді. Құдайды тек қана жақсы таныған адам. Енді Алла тағаланы біз осылай мына шариғатты пайдаланып, ақылды пайдаланып, қоршаған ортамызды пайдаланып, таныған сайын Құдайға деген махаббатымыз арта береді. Таныған сайын Құдайға деген қорқынышымыз арта береді. Таныған сайын Құдайға асыға береміз. Құдайға жақындай бергіміз келеді. Таныған сайын. Танымаған сайын адам артқа кете береді. Енді барлық нәрсені сіз таныған сайын оған махаббатыңыз керісінше өше береді. Немесе оған қорқынышыңыз азая береді. Оған жақындығыңыз алыстай береді. Тек Алла тағаланы таныған сайын жаңағы нәрселердің барлығы арта түседі. Мысалға, бір адаммен жаңадан танысып тұрсыз. Оған неңіз бар? Құрмет, іштей бір құрмет көрсетіп тұрасыз. Сырттай жақсы әңгімелерді естігіңіз, ол жайында ол адамды жақсы көріп тұрасыз. Енді танысып тұрсыз. Немесе жаңағыдай ол кісі жайында қиын әңгімелерді естіңіз, қорқып тұрасыз. Танысып, білісіп, жанында жүрген сайын, мен сені пәлен десем, сен деген танып алдым мен уже. Таныған сайын адамның махаббаты өше береді. Таныған сайын, өйткені ана кемшіліктерін көре береді ғой. Ең ананың күшін, басқасын, ашуын, қорқынышты тұстарын көре беретін болса, таныған сайын оғанда үйрене береді. Бір күні қорықпайды, жанында емін-еркін жүре береді деген секілді. Солай ма? Солай. Өйткені барлық нәрсенің бұл өмірде қадір қасиеті азая береді. Қолда бар алтынның қадірі жоқ. Жаңа көлік алдыңыз, барған сайын оған үйрене бересіз. Оның таңғалу азая береді оған. Тағы да жаңа көлік алғыңыз келеді. Жаңа телефон алдыңыз, бағасы сіздің алдына құндылығы түсе береді, пайдаланған сайын. Жаңа нәрсеге болсын. Әйел алдыңыз деген секілді. Барлығы уақытша, бірақ тек қана бір нәрсе, ол Аллаға деген махаббат. Таныған сайын артады. Құдайға деген қорқыныш, Құдайдан қорқу, тақуалық, таныған сайын. Аллаға деген разылық, таныған сайын. Тек арта түседі. Тек адам дұрыс тани алу керек. Енді біз Алла тағаланы тануымыздағы мақсатымыз Құдайға жету екен, Құдайның разылығына жету. Осы жету жолында адамдар үш түрлі болады. Бірінші түрдегі адам Құдайдың беретін сый-сияпатына ұмтылады. Бұл көпшілік мұсылманның жағдайы, көпшілік адамның жағдайы. Бір сый-сияпат берем деді, яғни жәннат. Соған қарай ұмтылу үшін намаз оқиды. Соны жәннатқа кіру үшін ораза ұстайды, жәннатқа кіру үшін амалдар жасайды. Бір адам тозақтан қорқу үшін, тозақтан қорыққандықтан қашу үшін сондай амал жасайды. Тозақ пен жәннат сол екеуі ойда тұрады. Бұл ең төменгі дәреже. Екінші дәреже Алла тағаланың несімен беріліп отыр жәннат. Рахым, мейірім рахымменен беріліп отыр. Екінші деңгейдегі адам осыған ұмтылады. Алла менен разы болса болды емес па? Жәннатты ойламайды, нені ойлайды? Алланың разылығын ойлайды. Алланың мейірімін ойлайды. Немесе тозақ. Алланың несі арқылы беріліп жатыр тозақ? Ашуы. Демек, тозақта тұрған мәселе емес, мәселе неде тұр? Алланың ашуында тұр. Демек, Алланың ашуына жолығып қалмауым керек. Алланың ашуына түсіп қалмауым керек. Алланың ашуынан қашу үшін істейді.
Бұл келесі деңгей. Ал ең деңгейдің жоғарысы ол Алла үшін. Алла бол, тек Алла. Яғни ол әулие кісілердің айтқан сөзі бар. Я Раббым дейді, мен сенің жәннатың үшін істейтін болсам, онда мені тозағыңа сал дейді. Көрдіңіздер ме, қандай дұға? Қандай терең мағына? Мәселе не болып жатыр? Мәселе жаңа материализмда болды. Жәннат, өзі үшін ғана. Құдай үшін деген нәрсе жоқ. Өзі үшін ғана. Алланың жердегі мақсат негізі Алла. Енді осы Алла тағалаға жетуіміз үшін бізге Алла тағала осы шариғатты берді, сынақты осы өмірге берді. Алла бар, ол сынақ алушы. Біз бармыз, сынақ қатысушы адамдармыз, сынақ қатысушымыз, сыналушы. Одан кейін не бар? Ортада сынақ бар. Ол халал харам барлық нәрсе. Одан не бар? Шариғат бар. Соның бәрін ара-жігін ажыратып қой. Мынау харам, мынау халал. Ар жағында соның жаратынысы бар. Енді осының барлығынан өтіп, біз кімге жетуіміз керек? Алла тағалаға жетуіміз керек. Біздің мақсатымыз Алла. Діннің мақсаты Алла. Пайғамбарлардың мақсаты Алла. Бұл әлемнің жаратылуының мақсаты не? Алла. Барлығы Аллаға алып барады. Бүкіл нәрсе Аллаға барады. Бүкіл нәрсе Аллаға меңзейді. Жалғыз бар ақиқат өздігінен бар. Ешкім оны жаратпаған. Өз-өзінен бар, ол Алла. Қалғанның барлығы жоқтан пайда болған. Бар болып тұруымыз Алланың қалауымен ғана. Өзімізге салса, біз бір сәтте бар болып бұл өмірде тұра алмаймыз. Бұл өмірде еш нәрсе бар болып тұра алмайды. Тек қана Алла тағала мәңгі бар болып, өз-өзінен еш нәрсеге мұқтаж емес тұрады. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.